көрсетілген осы жобаның ішінде. Бұл жерде сол основной бағанағы негізгі табиғатты келтіретін немесе сол жерге жақын тұрған ауылдарға біз бағанағы зиянымыз болмай ма деген осы жобаның ішінде мәселелер қарастырылған болатын. Бұл Бақыт кен орны негізі осында Боранқұл ауылынан 60 км жерде тұр. Бұрынғы Сарайшық ауылы деп айтайық, бұрынғы Сарайшық ауылы, сол Сарайшық ауылынан 28 км жерде тұр. Мына осындан Сарғамыстан мүмкін. Мына Боранқұлдан 60 км жерде тұр. Бұл жерде енді сол техникалар күнделікті көзіміз көріп жүрген техникалар болғаннан кейін, бұл жерде техникадан шығатын шығындылар не болмаса бағанағы майга тряпка, не болмаса сол машина жөндеуден қалған қалдықтар мәселесі бұл жерде ешқандай да бағанағы адам денсаулығына келтіретін зиян жоқ деп есептедік. Бұл бағанағы сол Вераның есептеген мөлшерлемесі бойынша сол бағанағы қорытындыға келген жағдайымыз бар. Бұл жерде негізгі сол карьерге кіріп бара жатырған мезгілде, немесе шығып келе жатырған мезгілде сол бағанағы машиналардың астында өтетін ванналар бар. Су ванналары ол енді негізінен осы мына табиғатқа, адамға келтіретін зиян дейтін болса, бұл негізі өндіру кезінде, немесе тию кезінде болатын шаң тозаң мәселесі де. Осыны болдырмас үшін осындай бағанағы шаралар қарастырылған. Машиналар бағанағы карьерге кіріп келе жатырғанда, шығып келе жатырғанда не болмаса бағанағы суландыру, жаңбырлату мәселесі де бұл жерде қарастырылған. Техникалық суды 1 метр квадратқа 5 литрден деп, 1 метр квадратқа 5 литрден деп есептедік. Ол бірнеше рет пайдалануы мүмкін. Яғни жер эрозиясы бойынша ол қайталанатын болып жатса, ол бірнеше рет қайталану мәселесі бұл жерде қарастырылған. Бұл жерде адам болғаннан кейін 15 адам жұмыс жасайды деп отырмыз. Сол жерде бағанағы қызметкерлер бар, тағы 3-4 қызметкерлер. Солардың бәріне керекті, мысалы норматив бойынша 30-50 литр суткасына су керек деп есептейтін болса, сонда осы мына жобаның ішіне енгізіп, ауыз су мәселесі 15-тен 247 кубқа дейін пайдаланады деген есеп жасадық жылына. Осындай Бақыт деген мекеме бойынша сізге түсінік беріп жатырмын. Енді Шалыға деген мекеме жөнінде айтайық. Шалыға деген мекемеміз бұл осы Боранқұлдан 95 км жерде тұр. Боранқұлдан 95 км жерде тұр. Оның жер көлемі 314,2 гектар. Жер бұл геологиялық барлау лицензиясын алған мезгілде 3 блокпен алынған. Әрбір блоктың көлемі 200 гектардың маңында болады. Сол геологиялық барлау жұмыстарын осы 315 гектар жерге жүргіздік. Бұл жерде дала жұмыстары бағанағы айтқан жасалынды. Бұл жерде жалпы геологияда, жалпы классификацияда сазды жыныстар деп айтамыз. Сол сазды жыныстардың ішіне бұл жерде саздақ та, құмдақ та, песок, пыгес, осы бағанағы классификация бойынша осы сазды жыныстардың ішіне кіреді. Бұл жерде енді бағанағы қатты бекітілген саздақтар деп есептедік. Осында Шалғаның көлемін есептеген кезде ол жердегі қордың көлемі 3.449.200 кубтай болады. 3.449.000. Осы көлемде біз 10 жылға бұл кісілердің өздерінің тапсырмасы бойынша алғашқы жылына 50 мың қойып, келесі 27-тен бастап 700, 600, 650, сосын қайтадан 50 кубқа түсіп, ең соңғы 13 жылында 11 кубқа дейін алып есептегенбіз. Бұл енді бұл кісілердің өздерінің тапсырмасы бойынша жасалынды. Сол өндіру көлемдері осы жылдарда көрсетілгенмен де, егерде болашақта қандай да техникалық жағдайларға байланысты өндіру мәселесі тоқтап қалған мәселелер болатын болса, онда келесі тағы 10 жылдыққа осы лицензияны ұзарту мәселесі жөнінде сіздердің алдарыңызға қайтадан келетін болады. Қазір мына план, мына Тау-кен жобасы 10 жылға жасалады. Бұл табиғатты пайдалану және қорғау кодексі бойынша 10 жыл. Одан асыруға қазір бізге рұқсат бермейді. Сол 10 жылдың ішіне барынша осы көлемдерді сыйғыздық. Ол енді өзіміздің өтініш берушімізге келісім алынған көлемдер. Бұл жерде де 15 адам жұмыс жасайды деп отырмыз. Техниканың саны да сол айтылған үш жерде техниканың саны да сол 6-8
жүк тиегіш түсіргіш техникаларымыз бар, 2 тау-грузчигіміз бар, 1 бульдозеріміз бар, адам таситын машинамыз бар, сосын заправка жасайтын техникамыз тағы да бұл жерде қарастырылған. Бұл жердегі шығындардың көлемі табиғатқа бөлінетін көлемі үлкен болғаннан кейін 4960 килограммдай шығын бөлінеді деп отырмыз жылына. Сосын 14 мыңдай бөлімділер бар. Бұл жерде яғни сол бөлімділерді осы жердегі отырған мекемелерге келісім шартқа отыру арқылы олар өздері алып кетеді. Келетін су мәселесі, бағанағы айтып отырған ауыз су мәселесі, техникалық сулар осы пайдаланылатын. Завой деп айтамыз, мына топырақты алу бағыты бойынша астыңғы қабаттағы сол топырақ құм мәселесі шаң болып көтермес үшін бұл жерде де бөлек тағы да суландыру мәселесі қарастырылды. Суландыру мәселесіндегі техникалық судың пайдалану көлемі айтылғандай сол 5 литрден келеді 1 квадратқа. Тағы да жер эрозиясы бұл жерде ескерілген. Негізгі шаралдар ретінде осы топырақты тию кезінде болатын осы шаңдату мәселесі болғандықтан осы суландыру мәселесі ең бір негізгі шара болып бұл жерде қарастырылған. Бұл жерде енді 2 ДЭС деп отырмыз, енді жылға 36 киловольт активный деп айтайық, киловольттай тоқ пайдаланылады, 20 киловаттық 2 ДЭС бөлек қолданылады. Оның да шығарылатын, пайдаланатын жанармайдан шығатын шығындар, олардың бәрі осында жобаның ішінде енгізілген. Бұл жерде енді жерасты сулары мәселесі жөнінде сол 4 блок деп отырмыз, біреуінде 3 блок деп отырмыз. Олардың барлығында бізге пайдалануға мүмкіншілік болмады. Себебі кейбір жерлерінде сорлы жерлер бар. Ол жердің топырақтарын алу мүмкіншілігі жоқ. Бұл жерде енді геологиялық барлау жұмыстарын жүргізген мезгілде сол біреуінде 63 бақыт мекемесінде 63 скважина қазылған болса, мына Шалыға кен орнында 81 скважина қазылған. Бұлардың қазылу торлары барлығы да геологиялық есептерді құрастыру нормативтік құжаттары негізінде жасақтанып, 200-ге 200 торлар бойынша осы жерден сынамалар алынып, лабораториядан өткіздік. Сол лабораториядан өткізу нәтижесінде осы біз 3.449.000 топырақты осы жерден есептеп алып отырмыз. Бұл жерде енді лаборатория мәселесі, бұл Ақтөбедегі 50 жылдық тарихы бар Ақтөбе геологиялық лабораториясы. Бұл жерден біз керекті өзімізге құжаттарымызды алдық. Яғни ол біздің өзіміздің техникалық тапсырмамыз бойынша наряд заказ деп айтамыз, сол бойынша тапсырылған сынамалардың алынатын топырақтардың результаттары, нәтижелері, соның есебінде біз жобаны есепті жасап, арқарда сол понен деп айтамыз, сол Қазақстандағы тәуелсіз сарапшылардан құралған жер қойнауын пайдаланушылардың біріккен ұжымы. Сол жерде біз соңғы қорытынды қағазымызды алғаннан кейін осы жобаны жасауға рұқсатымызды алдық. Сіздерге осы 2 жоба бойынша түсінік айттым. Арғата өздеріңіздің сұрақтарыңыз бойынша қоюға болады. Біз енді қазіргі қоғамдық тыңдауды өткізуіміздің жалпы мақсаты бұл жерде сіздердің пікірлеріңізді тыңдау, арғарта бір қойылатын тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, не болмаса бір өздеріңіздің бір көзқарастарыңыз болатын болса, оны шара ретінде біз қарастырып, арғарта хаттамаға енгізіп, не болмаса жоба қайтадан енгізу мәселесін қарастыруымызға болады. Одан кейін қазіргі алынатын сіздерден қазір қатысушылардың тізімін алып жатырмыз. Қоғамдық тыңдаудың қазір хаттамасы жасалынады. Осы хаттама жасалғаннан кейін барып біз қайтадан келісім алуға экология мекемелеріне осы Маңғыстау облысында құзыретті органдардың барлығына да осы арғарта келісу мәселесі бойынша біз осы құжаттарымызды жібереміз. Арғарта лицензия, өндіруге лицензия алу мәселесі, осы жерде құзыретті орган деп айтамыз, табиғатты қорғау мекемесі, реттеу және қорғау мекемесі бар Маңғыстау облысы бойынша. Сол жерге біз артынан тағы да өзіміз ұсыныстарымызбен жобаларымызды енгізіп арғарта рұқсат сұрап жобаларымызды көрсетеміз. Ол кісілер бізге лицензия беру мәселесін қарастырады.
Осы мен сіздерге жалпы түсінік бердім. Үлкен рахмет. Өздеріңіздің көз қарастарыңызды бітіріп келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Ауылдың әкіміне осындай ұйымдастыру жасап жатқан ауылдың әкіміне де ұйымдастырып жатқандарыңыз үлкен рахмет айтамыз. Неге алтын дән аттарыңыз? Алтын дүйін деп аталады. Бұл енді өздерінің қойған аттары шығар. Енді бұл алтын дән деп тұрсыз. Алтын дүйін. Бұл енді бана ішінде мен түсінігім бойынша мен түсініп кім бар екенін білмеймін. Егер мына топырақ па? Повес па? Не зато бұл жерде не үшін ол шалағадан жалпы сазды жыныстарды өндіру, сазды жыныстарды өндіру бойынша есептеді. Бұл кісілер бана мұнай компаниясы, ар жағында сервистік мекемелер, солар өздеріне бана жол салу мәселесі, площадка салу, ол өздерінің бана құрылыс мәселелеріне пайдаланатын шикізат ретінде біз бана дайындап береміз. Ары қарата енді оны өздері біл. Ертеңгі күні бұл бана 10 жыл бітіп, осы объемды бана бәрін бана игеріп алғаннан кейін сіздердің алдарыңызда бұл кісілер қайтадан келеді. Бұл бана жерді үкіметке тапсыру мәселесі, әкімге тапсыру, үкімет құзыретті органға тапсыру мәселесі туындаған кезде бұл жерде акт обследование деп айтамыз. Бұл далалық зерттеу, далалық бана көзбен қарау мәселесі бойынша осы жерге бірнеше адамнан құрылған комиссия құрылады. Сол комиссияның нәтижесінде тағы да хаттама жасақталып, ары қарата жерді үкіметке қайыру керек пе? Керек емес пе? Сол мәселелер туындайды. Жерді бүлдіргенде, ол жерде қазір бүлдіретіндей қазір осы жерден 60 км, 90 км деп отырмыз, 95 км деп отырмыз. Ол жер, ол кісілердің тұрған бана кен орындар, мұнай кен орны саз, сордың үстінде тұр. Ол жерге барып бана Сазтөбе жақ па сонда? Сазтөбе жақ па? Бақыт, Мұнайбай деген жақтар емес па айтып тұрғаныңыз? Мұнайбайға жақын. Мұнайбайға жақын. Мен дым не алған жоқпын, сұрағыма жауап. Бұл топырақ, ана пресс, саз, мен түсінуімше, соны алып бір жаққа жібересіздер ме, не істейсіздер? Өздеріне площадка салады. Сол бағанағы сордың үстінен батып кетпеу үшін скважиналар қазір соған келіп қайдан пайдаланады. Жер асты суларына бұл жерде ешқандай да бағанағы зиянымыз жоқ. Бізге жаңа комиссиясының бірдеңесінің оның керегі жоқ. Ол біз тіпті бүткіл опорныйдың 8000 халқы қарсы тұрып кетсе де ол жоғарыдан қабылдансын кете береді. Бізбен ешкім санаспайды. Қағаз жөндеуін айтпай оны мен сізге мына жобаның ішінде 2 рет пе 3 рет пе оны қарастыру мәселесі бұл жерде қарастырылған. Су артығымен көрсетілген. Ол жер эрозиясына байланысты бұл жерде көрсетілген. Егер де жоқ, ол мәселе талқан мәселе деген жоқ ол жерде. Мен бағана сізге тегін айтып отырған жоқпын. Жерді кері қарай қайтару мәселесі келіп туындаған кезде комиссия создав етіледі, сол комиссия қайтадан қабылдайды. 10 жылдан кейін болатын нәрсе. 10 жылдан кейін ол бана бұл кісілер пайдаланады. Егер бағанағы топырақта, шикізатта қайда пайдалану мәселесі сұрақ болатын болса, онда мен представительдер отыр, осы сіздер қойсаңыз болады. 12 оққа тездете қоймасаңыздар. Біздің бана сізге түсінік бердім жалпы. Жоқ болса, қоғамдық тыңдауды өтті деп есептеп санаймыз. Қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама жасақталады. Онда бүгінгі мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертпелер енгізіліп, түзетіліп, сонан кейін ғана хаттама қорытылады және қайтадан сайтқа жіберіледі. Қоғамдық тыңдауда жабық деп жариялаймыз. Үлкен рахмет, сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Оны жинап өткізіңіздер. Сізді тек кетірдіңіз шана, қол қойылып отырған қағаз бар еді. Ән жерде. Сіздер де қол қойыңыз. Хайбибі. Қана екіншіне қол қойып жатыр, мына қол қойыңызшы. Екіншіне. Сіздер тек кетірдіңізші, мына екіншіне қол қойып. Қойдық қой. Кімнің фамилиясы жоқ, екіншіне қол қойып.